Қарақалпақстандық бір оқырманымның хатын оқып отырып, көп үйде болып жатқан шындықты көрдім. Ата-анам, інім, келінім кішкентай немересімен Алматыда тұрады. Келінім таңғы сағат 10, 11, 12-ге дейін ұйықтайды екен. Қарт анам келінге келін болып жүр. Келінім дастарханның басына үлкендерден бұрын отырып, тамаққа қол салып, телефон шұқылап, өзінің көргенсіздігін жасап отырады. Інім көп жағдайды біле бермейді, кешке дейін жұмыста. Ініммен ұрсып қалса, төркініне енем, қайынбекем, қайынсіңлерім күн бермеді деп алдап барады екен. Біз жөнімізді, ақылымызды айтайын десек, анам тыныш отырыңдар, отбасы бұзылып кетпесін деп үндемейді. Анам мен бауырларымды аяймын, не істесем болады деп жазған екен. Кеткен қыз шидан тысқары деген сөз бұл төркінінде не болса о болсын, сырттан келгендер ата-анаңды басынса да үндеме деген сөз емес. Ешкімнің ата-анасы өмірге екі рет келмейді. Кейбір ата-аналардың баламның шаңырағы шайқалып кетпесін деп қанша қиналса да, өз үйінде өзі бөтеннің күйін кешіп жүргеннен кейін кейбір қыздарымыз отбасындағы мәселеге араласуға мәжбүр. Қыздардан төркінінен мал, мүлік, дүние ештеңе қажет емес. Тек төркініне қыдырып барған кезде ата-анасының, бауырларының жадырап жүргенін ғана көргісі келеді. Үйдегі жағдайды көріп тұрып, қазір мен ақылымды айтсам, бұлар ажырасып кетуі мүмкін, немесе келешекте мені сыйламай қоюы мүмкін деп үндемей қалсаңыздар, ол Алланың алдында үлкен қылмыс. Себебі ата-ана ұлға да қызға да ортақ. Сондықтан қыздар, мен кеткен қызбын деп қолдарыңызды сілтемеңіздер. Келініңізді, ініңізді, ата-анаңызды, тіпті оның төркінін шақырып, мәселені ортаға салыңыздар. Сонда өтіріктің беті ашылып, келесі жолы сол өтірігін қайталамауына септігін тигізесіз. Сырттан келгендер өз орындарын білуі тиіс. Тіпті оның төркіні де күйеу баласының артында жанашыр бауырлары бар екенін, және олар бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін деген қағидамен өмір сүретінін білсін. Ал хайуанды емес, адамды еміп өскен келін түскен жерінің өзінің бір мүшесі екенін біліп, өзінің ақылы арқылы, үлкендерді сыйлау арқылы ұят пен жауапкершілікті сезініп, берекелі өмір сүруге талпынады. Сол себепті кеткен қыз жөнімен жүрсін, менің өміріме араласпасын деп күйеуін бауырларынан ажыратқысы келетін келіндер бірінші кезекте өздерінің төркінмен араласуды, оларға өсек өтірік айтуды тоқтатыңдар. Сонда ешқандай қыздар төркініне араласпайтын болады. Ал қыздар, ата-аналарыңыз тірі кезде ол кісілердің жыламауы үшін сіз үйдегі бір мәселені көріп тұрсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің тірі екеніңізді көрсетіп, ақылыңызды, жөн сөзіңізді айтыңыз. Онсыз да ата-анасы өмірден өтіп, бауырларымен араласпай, өзектері өртеніп жүрген қаншама қыздарымыз бар. Төркін ол ұлға да, қызға да ыстық ұя. Ол өмірге келіп, ол жерде адам болып қалыптасқан ортасы. Сол қалыпты бұзуға себепші болған жандар өз өмірінің қалыбын қирататынын білсін.